Келесі бізде 527 есеп. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар дейді. Пропорцияның белгісіз мүшесін тапқан кезде ең алдымен 8х-ға көбейтеміз, минус 7-ні 24-ке көбейтетін едік. Сонда 8х-ға көбейтсек 8х тең минус 7 көбейту 24. 8х-ымыз тең болады. 24-ті 7-ге көбейтетін болсақ, яғни теріс санды оң санға көбейтетін болсақ, теріс сан шығады, таңбалар әртүрлі болғандықтан. Сонда x-ті табу үшін не істейміз? Минус 168-ді бөлеміз 8-ге. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. Келесі, екіншісі, 5-ті x-ға көбейтеміз, тең болады. Минус 9-ды 10-ға көбейтеміз. 5х тең, таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. X-ті табу үшін минус 90-ды 5-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. Келесі 1,2 2х тең болады. Минус 6-ны көбейтеміз, минус 5-ге. Сонда 1,2 2х тең, таңбалары бірдей болғандықтан оң сан шығады. X-ті табу үшін 30-ды 1,2-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 25-ге тең болады. Келесі 4х тең минус 3,5-ді 20-ға көбейтеміз. 4х тең, таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. X-ті табу үшін минус 70-ді 4-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс санға тең болады. Келесі 3х тең минус 1,9-ді 15-ге көбейтеміз. 3х тең, таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. Минус 28,5. X-ті табу үшін минус 28,5-ді 3-ге бөлеміз. Сонда таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады, яғни 28,5 3-ге бөлетін болсақ 9,5 шығады. Келесі 4,1 y минус 1 алдында тең болады. Минус 7-ні көбейтеміз 20,5-ге. Минус 4,1 y тең, таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. 20,5-ті 7-ге көбейтетін болсақ, бізде 143,5 шығады. Y-ді табу үшін естейміз. Минус 143,5-ті минус 4,1-ге бөлеміз. Таңбалары бірдей болғандықтан бөліндінің мәні оң сан шығады.